болу үшін қанекей экранда көрсетілген өлеңді барлығымыз бірге айтайық. Біз бақытты баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, толық білім аламыз, көзді салып қарамыз, бұлай қанат қағамыз. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Енді орнымызға отырмастан бұрын тез-тез топтарға бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде берілген жолды бір-бірден алып топтарға бөлінейік. Келе ойындар. Тез-тез топтарға барамыз. Біз топтарға бөлдік, сіздерге қызыл түсті. Мынау қай ел? Жапония. Елдер бойынша амандасып алайық. Тамаша балалар, жарайсыздар. Сіздерге жасыл түсте айта қойыңдаршы, мынау қай елдің туы? Үндістан елі. Жарайсыздар балалар. Үндістан халқының амандасу жолымен орныңыздан тұрып, топ мүшелерімен амандасып алайық. Қанекей бәріміз. Тамаша, жарайсыздар балалар, мына қойыңдар. Сарылар тобы. Бізде бұл жұлдызшада қандай елдің туы берілген? Қазақстан. Қанекей, онда ендеше орныңыздан тұрып, бір-біріңізбен амандасып алайық. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Біз өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Қанекей, кім айтады маған? Біз өткен сабақта серпімділік күші дегеніміз не дегенді өттік. Балалар, яғни біз өткен сабақта серпімділік күші дегеніміз не сабағын өткен болатынбыз тақырыпта. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Бізде қызықты барабан. Осы барабанда берілген сұрақтарға жауап беру арқылы үй тапсырмасын қорытындылаймыз. Қанекей, барабанда қандай қызықты тапсырмалар бар екен? Барлық денелер қандай болады? Олар қандай да бір күштің әсерінен өзгеріске ұшырайды. Жарайсын Ақнұр, дұрыс жауап бердіңдер. Барлық денелерде бізде пішін мен көлемі болады екен. Олар қандай да бір күштің әсерінен өзгерістерге ұшырайды екен. Жарайсыңдар, тағы да қандай сұрақтар берілген екен? Қанекей, барабанды айналдырып көреміз. Күш әсерінен кейін денелердің қандай бөлікке бөлінеді? Күш әсерінен кейін балалар, денелер қандай бөлікке бөлінеді? Айта қоясың. Ол екі бөлікке бөлінеді, серпімді және серпімсіз. Тамаша, жарайсыңдар. Яғни күш әсерінен кейін бізде денелер екі бөлікке бөлінеді екен. Серпімді және серпімсіз. Қайтадан айналдырамыз. Қандай сұрақтар түсер екен? Серпімді дене дегеніміз не, балалар? Кім айтады? Күш әсерінен қалпына келетін дене. Серпімсіз дене дегеніміз не? Күш әсерінен кейін қалпына келетін дене. Тамаша, жарайсың. Жақыншы топқа бізде серпе және ермек саз. Ашып қарауларына болады балалар. Екінші топқа бізде шар және пластикалық ыдыс. Үшінші топ сіздерге қағаз және разинке. Осы екі заттың қайсысы серпімді зат, қайсысы серпімсіз зат екенін ажыратып айтып берулерің керек. Ал ендеше сіздерге сәттілік. Балалар, дайын болсақ, мен дайынмын белгішесін көрсетеміз. Жақсы, жарайсыздар балалар. Барлық топ дайын екен. Онда бірінші топ сарылар тобынан бастайық. Келіп шығып, ажыратып, затарымызды ажыратып айта беруімізге болады. Ақылдасын шығайық, топтайсың, қайсы шығатын. Сіздерге берілген зат? Бізге берілген зат серіппе мен еңбек саз. Біз серіппені тартып көрген кезде ол өз қалпына келді. Ал ермек сазды тартқан кезде ол өз қалпына келмеді. Ал қанекей жасап көрейікші. Жақсы, жарайсыңдар. Біз серіппені серпімді зат дедік. Себебі ол тартқан кезде өз қалпына келді. Тамаша, жарайсыңдар. Ал ермек сазды біз? Ермек сазды? Серпімді зат. Не себепті? Өйткені біз оны мұзған кезде ол орнына келмеді. Біз оған күш жұмсадық. Жақсы, жарайсыздар. Өте дұрыс жауап. Топтар, бізде сарылар топ дұрыс жауап берді ма? Қанекей, шапалақ. Тамаша, жарайсыздар. Отырыңыздар.
келесі топ жасылдар тобын ортаға шықсаңыздар. Берілген зат резеңке мен қағаз. екі заттың маған серпімді және серпімсіз зат екенін ажыратып айтып берсеңіздер. Біз резеңкені тартқан кезде ол өз қалпына қайттай келеді. Демек, бұл қандай зат екен? Серпімді. Жарайсың, тамаша. Қағаз бізде бұны мыжғанда бұл орнына қайтып келмейді. Өткені бұл серпімсіз зат. Қызылдар тобы пластикалық ыдыс және шар болатын, иә? Осы заттан серпімді және серпімсіз затты ажыратып берсеңіздер. Бізге берілген зат шар мен пластикалық ыдыс. Біз шарды біліп көрген кезде ол қайттан орнына келіп оған ауа жиналды. Ол серпімді зат деп аталады. Ал маған берілген ыдыс. Мен оны мұжып көрдім, ол қалпына келмеді. Бұл өйткені серпімсіз зат. Серпімсіз зат екен, иә? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Сарылар, қызылдар тобының жауабы дұрыс балалар. Тамаша, жарайсыңдар. Үй тапсырмасын біз жеткілікті деңгейде меңгерген екенбіз. Енді балалар, сіздермен қызықты ойын ойнасақ. Әр топтан маған бір оқушыдан шығарсаңыздар. Жақсы балалар, енді маған әр топтан бір оқушы шықса, Бексұлтан шыға қойын, қызылдар тобынан Әлихан шыға қойын, жасылдар тобынан Санжат келе қойыңдар. Енді доппен біз ойын ойнасақ, Санжат, сен допты төбеге қарай лақтырсаң. Тамаша. Ал Бексұлтан, допты сен төменге қарай лақтырсаң. Төменге қарай. Тамаша. Ал Әлихан, сен допты қапталға қарай теп. Жақсы. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Рахмет. Баршаңызға сұрақ, доптың бағыты әр кезде қай жақта болады? Жақсы балалар, кім жауап береді? Бадалет, айта ғой. Тамаша, допты балалар қай бағытқа қарай лақтырсақ та, доп әр кезде жерге қарай құлайды екен, иә? Балалар, не себепті жерге қарай құлайды доп? Кім айтады маған? Не себепті доп жерге қарай құлайды? Санжар, айта қойшы. Өйткені жердің тартылыс күші бар. Тамаша, жақсы, жердің тартылыс күші бар екен. Ал балалар, менің қолымда қауысым бар деп елестетіңдерші. Қауысыммен допты бір уақытта лақтырдым, иә? Балалар, доп қайда түседі? Қауысым қайда түседі? Жақсы маған айта қойшы. Допта ауырлық күші. Тамаша, балалар, демек бүгінгі біздің тақырыбымыз ауырлық күші дегеніміз не? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіру. Балалар, жаңа тақырыбымызды ашу үшін сіздермен бір тәжірибе жасап өттік, иә? Ендеше балалар, маған назар аударыңыздар. Алдарыңызда бұл не балалар? Глобус. Я, глобус бұл бізде? Яғни жердің кішірейтілген модель екен, иә? Тамаша балалар. Ал бізде бұл өшіргіш, иә? Енді балалар, сіздерге сұрақ. Ал біз жердің шар тәрізді, яғни осындай шар тәрізді айналмалы екенін білеміз, иә? Солай ғой. Біз бұда өмір сүреміз. Солай ма балалар? Енді балалар, қараңдаршы, осы жер шарына мен өшіргішті қоятын болсам, яғни өшіргішті қойдым, ал айналдыратын болсам, өшіргіш не істеді балалар? Құлап қалды. Ал балалар, біз жер шарында өмір сүреміз, құламаймыз. Ал өшіргіш не себепті құлап? Тамаша, дұрыс айтады балалар. Яғни бізде жерде тартылыс күші бар екен, иә? Сол себептен де біз жерде құламайды екенбіз. Тамаша жауап. Ал балалар, тартылыс күшін кім ашқанын, ол жайында толық мағлұмат алу үшін тақтаға назар аударамыз, иә? Барлығымыз бірлесе видеороликке назар аударайық. Тақтаға назар аударамыз балалар. Ньютонның үшінші заңы бойынша дене шеңбер бойымен тек қана центрге тартқыш күштің әсерінен қозғалады. Егер ай орбита бойымен айналса, онда қандай да бір күш айды жерге тартып тұруы тиіс дегенді білдіреді. Белгілі болған бүкіл әлемдік тартылыс заңын пайдаланып,
күн жүйесіндегі барлық аспан денелерінің қозғалысын анықтаған. Ол кез келген екі дене бірін-бірі тартады деген дұрыс шешімге келген. Денелер арасындағы тартылыс күші гравитациялық күш немесе бүкіл әлемдік тартылыс күші деп аталады. Сонымен қатар, күн жүйесіндегі барлық аспан денелері тартылыс күші арқылы байланысатынын түсінеді. Кез келген екі масса бір-бірін тартады деген дұрыс тұжырымға келді. Денелердің өзара тартылу күші бүкіл әлемдік тартылыс күші немесе ауырлық күші деп аталады. Видеода көргендей, ауырлық күшінің заңын кім ашқан екен, балалар бізде? Ньютон ашқан екен, балалар, ол қай кезде ой оған келеді? Алма жерге түскен кезде. Тамаша, яғни алма жерге түскен кезде оған келеді, демек ауырлық күші, яғни тартылыс күші оған әсер ететін, ал балалар айтайықшы, тартылыс күші бізде әр уақытта қай бағытқа қарай бағытталады? Төменге қарай бағытталады, тамаша, жақсы, жарайсыңдар. Біз сабақ барысында қызықты тапсырмаларды орындаймыз және топ бойынша бағаланамыз. Білімнің кілті әдісімен балалар сіздерді бағалаймын. Сол себепте білімнің кілтін жинауға тырысамыз. Білімнің кілті, яғни 9-10 ұпай жинаған оқушылар үлкен сандықшаны ашамыз, ал 4-6 ұпай жинаған оқушылар қызыл сандықшаны ашамыз, және 7-8 ұпай жинаған балалар сары сандықшаны ашады екенбіз. Балалар, сандықшаның ішінде бізде асыл қазына бар. Сол себептен де жоғарғы ұпай жинауға тырысайық. Ендеше тапсырмаларымызды бастаймыз. Дәптерлерімізді ашамыз, балалар. Қанекей оқулықты дәптерді ашамыз. Осы сөздерді ретпен орналастыру барысында біз ауырлық күшінің ережесін құрастырады екенбіз. Алдымен сіздер дәптерлеріңізге құрастырыңыздар, дұрыстығын тақтада тексеретін боламыз. Ал қанекей сіздерге сәттілік. Балалар, тапсырманы орындап болдық па? Жақсы. Ендеше мен дайынмын, ерекшесін көрсетеміз. Және тапсырманы дұрыс орындағанымызды тақта арқылы тексеретін боламыз. Тақтаға әртөптен бір оқушыдан шығарсам, Азамат келе ғой, жасылдар тобынан, Аяжан келе ғой, қызылдар тобынан, сарылар тобынан, табиғат. Ауырлық күшінің ережесін құрастыратын боламыз. Бірінші, қай сөзді орналастыратын боламыз? Қанекей? Бірінші, қай сөзді орналастырамыз? Жер. Орналастыра ғой. Мен көмектесейін, жердің дұрыс, ары қарай. Бастырсақ? Кішкене шатасып қалдық, ары қарай жеткізсек. Жеріңіз. Мен көмектесуге. Жердің денелері ары қарай. Қолым жете ма? Өзіне тамаша. Орналастыра ғой. Жақсы. Тарту күші. Ары қарай. Ауырлық. Дұрыс орналастырамыз. Ауырлық. Табиғатта да мүмкіндік береміз. Табиғатта ең соңғы мүмкіндік береміз, Екеуін орналастыра саламыз. Басамыз. Тамаша. Деп айтамыз. Яғни балалар, ауырлық күші деп біз жердің денелерді өзіне тартылыс күшін айтады екен. Отыра қойыңдар, тамаша. Бізде 2 ұпайлық балмен бағаланатын тапсырма болатын. Сол себептен бізде жасылдар тобы мен қызылдар тобы жарыста тамаша тапсырманы орындауға тырысты. Сол себепті сіздерге бағалаймын 2 ұпайдан, және сарылар тобы сіздерге кішкене шапшаңдық керек, сондықтан 1 ұпайлық балмен бағалайтын боламын. Ұпайларыңызды жинап отырыңыздар, сабақ соңында есептейміз, оны сіздер білесіздер, Сіздер қалай ойлайсыздар? Ауырлық күші табиғатқа әсерін береді ме? Қалай ойлайсыздар? Табиғатқа әсерін береді екен, тамаша. Ал мысал келтіре аламыз ба? Суретке назар аударайықшы, балалар. Бізде суретіне көріп тұр. Қардың шыңнан шылауы көріп тұр,
күші оларды тартады. Демек, қар қай бағытқа қарай тартылады? Төменге. Төменге, яғни жерге қарай тартылады. Бізде қарды төмен қарай жауатын білеміз. Тамаша, жауап жарайсың. Тағы да кім мысал келтіре алады? Балалар, Ақнұр айта ғой. Жер асты жаңбырды өзіне қарай тартып жатыр. Дұрыс айтады, жаңбыр жерге қарай тартылып жатыр. Бұл жерде ауырлық күшінің көрінісін көріп тұрып жарайсың. Тағы да кім жауап береді? Айшан айта ғой. Ағып жатыр таудың шыңынан. Бұл жерде ауырлық күші қалай әсер етеді? Мағлұмат оқып кете қойшы. Ол су жерге қарай. Дұрыс айтады. Судың бағыты жерге қарай тартылып жатыр. Ауырлық күшінің әсерінен. Тамаша. Суреттен басқа қандай мысалдар келтіре аламыз? Арсен айта ғой. Арсен айта ғой. Ана ағашында ана көп ағаш кетті. Ағаш иіні бастайды. Жерге қарай жақындайды. Сол кезде біз алмадан кесек, ол қайтадан өз орнына қайтып келеді. Тамаша, Арсен балалар бізде өткен сабақ пен жаңа сабақты байланыстырып айтты. Бізде серпімді күшінің әсерінен ағаш төменге қарай салбырады ма балалар? Салбырады, Ал оны алмасын жұлған кезде қайтадан серпімді күш әсер етіп ағаш не істеді? Жоғарылай тіктеді, Ал тамаша, осы жерде ауырлық күшін де байқасақ болады. Ауырлық күші бізде төменге қарай бағытталғандықтан ағаш төменге қарай елді. Жазда далада жүргенде жапырақтар сарғайып жерге түседі. Балалар, біздер жазда сарғая ма? Жоқ. Қай мезгілде сарғайып жапырақтар? Санжар қазір күз мезгіліне мысал келтір. Мезгілінде жемістер пісіп, төменге қарай құлайды. Тамаша жауап, Балалар, бізде жаз мезгілде жемістер пісіп толысқан кезде ол төменге қарай құлап бағытталады. Яғни бізде табиғатқа ауырлық күшінің әсері тигізеді екен. Ауырлық күші табиғатқа әсерін береді екен. Тамаша жауап. Балалар, бұл тапсырма бізде 2 ұпайлық балмен бағаланатын тапсырма. Сол себепті барлықтарыңыз тамаша жауап беріңіздер. Топтарыңызға, барлықтарыңызға 2 ұпайлық балдар тиесілі болады. Бізде келесі тапсырма ойла, жұптас, талқыла деп аталады. Яғни тәжірибе жүргізу арқылы біз ауырлық күшінің әсерін дәлелдейтін боламыз. Ендеше балалар, сіздерге біз бірінші топқа суға толы бөтелке және жартылай суға толы бөтелкені беретін боламыз. Сіздерге зерттеу сұрағы қай дене, яғни ауыр дене ме, жеңіл дене, қай дене бірінші жерге түседі? Соны анықтайтын боласыздар. Сіздерге кір тасы және тас беріледі. Сіздердің анықтайтын зерттеу сұрақтарыңыз қай денеге көбірек күш жұмсалады? Қанекей зерттеу сұрағын талқылап орындаймыз. Тобы сіздерге сұрақ үстел үстіндегі, яғни мына заттар неге жерге құламайды? Біз айтып қояйық, ауырлық күші жерге тартады деп, ал бұл заттар бізде жерде тұрған. Сұрақ неге үстел үстіндегі заттар құламайды? Ойланып, талқылап жауап береміз. Жақсы балалар, енді болған соң дайынның белгішесін көрсетеміз. Жақсы барлығымыз дайын секілдіміз, балалар. Ендеше бірінші сарылар тобына басылсақ. Қосылға кетсеңіздер. Сіздерге. Қай дене жерге тез түседі болатын, Қанекей? Біз осы екі бөтелкенің ішіндегі суы қайсы тез құлайтынын тексереміз. Соны қазір көрейік. Мен уақытты қарап тұрдым. Екеуі бірдей түсті. Тамаша балалар, демек ауыр заттар, жеңіл заттар бір уақытта түседі екен. Жарайсыздар, тамаша. Берілген бір тасымен оған қай затқа көп күш жұмсалады? Бізге гір
кіші, салмағы ауыр. Яғни бір тастың салмағы жай тасқа қарағанда ауыр екен, иә балалар? Сонда сіздер бір тасына көбірек күш жұмсапсыздар, иә? Тамаша жауап, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Зерттеу сұрағы үстел үстінде неге заттар құламайды? Я, неге құламайды екен? Дене орналасқан зат тірек деп аталады. Жердің беті, үстелдің беті, адамның алаңы, не басқа заттар тірек болуы мүмкін. Деме, тамаша жауап. Яғни үстелдің үстіндегі заттардың құламау себебі оған тірек көмектеседі екен, иә? Тірек деп біз үстелді, дұрыс айтасыңдар, адамның алақаны, тағы да басқа тіреуші заттарды айтады екенбіз. Тамаша жауап, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, бұл тапсырма бізде 3 балдық ақыл кілтімен белгіленген болатын. Сол себептен де 3 топқа да 3 балдық балмен бағалаймын. Себебі барлық топтың жауабы дұрыс әрі нақты болды, иә? Тамаша. Сіздерге бағымызды қорытындылау үшін енді сіздермен қызықты ойын ойнасақ, ойынымыздың аты алтын қалпақ ойыны аталады. Қалпақтардың астында бізде сұрақтар жасырылған. Әр топқа 2 сұрақтан. Қайки бірінші біз жасылдар тобынан бастасақ, балалар. Бадалин, қалпақтандаймыз. Келе ғой, қалпақтандар. Экранда баса ғой. Қай қалпақты таңдаймыз? 5-ші қалпақ. Тағы сөйлес. Сіздерге сұрақ, тірек дегеніміз не? Тамаша жауап, балалар. Бадалин жауап дұрыс па? Иә. Жарайсың, балалар. Ойыншыны мен қызылдар тобынан шақырсам, Алихан келе ғой. Өзіңе ұнаған қалпақты таңдасаң. Я, төртінші қалпақ. Бізде ауырлық күші қайда бағытталады? Ауырлық күші біздің жерге бағытталады. Тамаша жауап, демек балалар, ауырлық күші бізде жерге бағытталады екен. Солай ма? Тамаша, Алихан, жауабыңыз дұрыс. Отыра ғой. Бағыттау үшін келесі ойыншымызды сарылар тобынан шақырсам, Аяна келе ғой. Өзіңе ұнаған қалпақтандай ғой. Тағы бір рет баса ғой. Бұл жерде бос орынды толтыруымыз керек, иә? Салмағы артық денелерге ауырлық күші қалай әсер етеді? Көп әсер ете ме, әлде аз әсер ете ме? Тамаша жауап, демек бізде салмағы ауыр затқа ауырлық күші көбірек әсер етеді екен, иә? Дұрыс па, балалар, Айнаның жауабы? Жақсы, жарайды, отыра ғой. Ұнаған қалпышаны таңдай қойсам. Ауырлық күші дегеніміз не сұрағы? Ауырлық күші дегеніміз Жердің дененің үстіне тарту күші, ауырлық күші дейміз. Деп айтамыз. Тамаша жауап, яғни жердің дененің өзіне тарту күшін ауырлық күші дейміз деп жауап берді балалар. Барлықтарының жауап дұрыс па? Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақта сіздер ауырлық күшімен таныс болатынсыздар. Енді тапсырма барысында сіздер ұпай жинақтарыңыздар. Осы ұпайларыңызды санап шықсаңыздар, қанша ұпайға жеткендеріңіздер? Қыздар тобы сіздерде ұпай саны 10. Тамаша, жарайсыздар. Қызылдар тобы сіздерде 6 ұпай, сарылар тобы сіздерде 8 ұпай екеніне жақсы жарайсыздар балалар. Әр топтың өзінің жинаған ұпай санына қарай сиқырлы қорапшаларында тарататын боламын. Ішіндегі сиқырлы тағар енді ішіндегі қазынаны бірге бөлісетін боласыздар. Бізде 10 ұпай жинаған жасылдар тобы жасыл қорапшамен марапатталатын болады. Ашып қарасаңыздар болады. Ішіндегі қазынаны қарасаңыздар болады. Бізде 6 ұпай жинағандықтан
қызыл сандыққа еленеді. Ішіндегі қазынаны бірге көрсеңіздер болады. Сіздерге сары қорап. Ашамыз, қараймыз. Жақсы, қазыналарыңызды бөлсеңіздер болады. Енді бізде сіздер қораптың ішінде монеталарды алдық, иә? Сол монеталарды маған кері байланыс беріп, яғни сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, жасыл түске, ал егер де әлі де түсінетін тұстарыңыз, білгің келетін тұстарыңыз болатын болса, сары түске, ал бүгінгі сабақтан еш нәрсе түсінбеген болсаңыздар, қызыл түске келіп пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Келіп салсаңыздар, кер байланыс маған тастасаңыздар. Сабақ ұнады. Әсіресе топпен жұмыс жасаған. Маған сабақ ұнады. Әсіресе алтын кілтті жинағанымыз. Ал ендеше балалар, сабақ үстінде сергіңіз келеді, шаршадық па? Ендеше сергіп, ширату жаттығуларды жасайық, иә балалар? Қанки мен бірге қайталап, мен қандай дене мүшесін айтам, сол мүшені ұстаймыз, иә? Қанки көз, құлақ, мұрын, ауыз, тізе, көз, құлақ, мұрын, ауыз, карандаш.